жанында Ибрахим ибні Тахман деген үлкен ғалым өткен. Соның несі аты аталды дейді. Ибрахимнің аты аталды дейді. Сол мәжілісте. Ахмед ибн Хамбал рахимахулла ауырғандықтан бір жағына сүйініп отырған еді дейді. Ибрахимнің аты аталған кезде былай деп айтты дейді. Жақсылардың аты аталып жатқан кезде сүйеніп отырмау керек деп түзеліп отырды дейді. Ибн Ақил мынандай риуаят келтіреді. Сол имам Ахмед ибн Хамбал жайында. Ол дейді былай сүйеніп отырған еді дейді. Ауырғандықтан, сырқаттанып отырғандықтан. Содан соң аты аталған кезде былай иығын түзетіп отырды дейді. Содан айтты дейді. Жақсылардың аты аталып жатқан кезде біздің сүйеніп отырғанымыз жөн болмас деп айтты. Түсінікті? Бұл Ахмед ибн Хамбалдан рахимахулла, атақты Хамбали мазхабының имамның риуаятымыз. Бұлар бір-бірін қатты құрметтейтіндіктері соншалықты. Ахмед ибн Хамбалдың мәжілісінде Абу Ханифа жайында айтылса жылайды екен. Ахмед ибн Хамбал. Себебі ол соншама қиыншылық көрген имам деп. Машақат көрген адам деп. Түсіндіңіз ба? Себеп білесіздер, Абу Ханифа өмірінің соңында белгілі бір себептерге байланысты белгілі бір қиыншылықтарға тап болған. Ахмед ибн Хамбалдың да өзінің несі бар? Рахимахулланың өзінде Алла рахымына бөлесін көрген қиындығы бар. Қазір айтсаң ол бір күлкілі әңгіме де, ой соған бұл адам бас қатыра ма деп. Бірақ сол кезде сол үлкен бір мәселе болған. Құранның жаратылмағандығы жөнінде бір үлкен сынақ болған. Ахмед ибн Хамбал да сол сынақтан өткен. Бұл біздің екінші мәселеміз. Жақсылардың аты аталып жатқан кезде сол мәжіліске сай тиісті әдебі болу керек.